әр ел әр түрлі амандасады. Мысалы, тибеттіктер бір-бірін көргенде тілін шығарады екен. Тувалу халқы бір-біріне жақындап, терең демалады. Ал Кенияның Масаи тайпасы бір-бірін көргенде билейді екен. Ал қазақ халқы қалай амандасады? Не деп қоштасады? Сәлеметсіздер ме? Менің атым Еламан. Ал эфирде қазақ тілін үйрететін тіл қазына бағдарламасы. Ендеше бастайық. Біз бүгін сәлемдесу, қоштасу және атымызды айтып үйренеміз. Ал енді тыңдаңыз және менімен бірге қайталаңыз. Сәлем. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы таң. Қайырлы күн. Қайырлы кеш. Қайырлы түн. Сау бол. Сау болыңыз. Сау болыңыздар. Достар, ендігі кезекте сөздерді қайтадан тыңдаймыз және айтылмаған сөзді табамыз. Сәлем. Қайырлы таң. Қайырлы күн. Қайырлы кеш. Қайырлы түн. Сау бол. Сау болыңыз. Иә, дұрыс. Сәлеметсіздер ме және сау болыңыздар айтылмады. Достар, ендігі тапсырмаға назар аударыңыздар. Мұнда сөздерді сәйкестендіруіміз керек. Сәлем. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы таң. Қайырлы күн. Қайырлы кеш. Қайырлы түн. Сау бол. Сау болыңыз. Сау болыңыздар. Менің атым. Достар, ендігі тапсырмада сөздерді менімен бірге қайталаңыздар. Сәлем. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер ме? Қайырлы таң. Қайырлы күн. Қайырлы кеш. Қайырлы түн. Сау бол. Менің атым. Сау болыңыз. Сау болыңыздар. Достар, ендігі тапсырманы мұқият тыңдаңыздар. Қайырлы күн. Менің атым Айжан. Сау болыңыз. Сәлем, менің атым Елдос. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Райхан. Сау болыңыздар. Достар, ал дәл қазір университет телехикаясының алғашқы эпизодын бірге көрейік. Сәлем, Райхан. Қайырлы таң, Айжан. Қалың қалай? Жақсымын, рахмет. Өзің қалайсың? Жақсы, рахмет. Сәлеметсіздер ме? Таныстығымызды бастайық. Менің атым Гүлшат. Бүгінгі сабағымыз ендеше бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар, балалар. Сау болыңыздар. Ал енді сіздерге осы эпизод бойынша тапсырма беріледі. Көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қояйық. Достар, қай уақытта қалай амандасып, қалай қоштасамыз? Экранға назар салайық. Таңғы сағат 7-де қалай амандасамыз? Дұрыс, қайырлы таң.
Ал сағат 12:00-де не дейміз? Дұрыс, қайырлы күн. Сағат 18:00-де қайырлы кеш дейміз. Сағат 23:00-де дұрыс жауабы қайырлы түн болады. Ал экрандағы суреттерге қарап, қоштасуды үйренейік. Бірінші сурет – сау бол. Екінші сурет – сау болыңыз. Үшінші сурет – сау болыңдар. Төртінші сурет – сау болыңыздар. Достар, сіздерге тапсырма. Сөздерді тыңдаймыз, қайталаймыз және көшіріп жазамыз. Сәлем. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы таң. Қайырлы күн. Қайырлы кеш. Қайырлы түн. Сау бол. Сау болыңыз. Сау болыңыздар. Достар, осымен алғашқы сабағымыз аяқталды. Тіл қазына бағдарламасы қазақ тілін үйренудің ең оңай жолы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.